Сөз депутат Жүргенбаев Жанболат Әкебайұлына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Менің сұрағым Қазақстан Республикасы энергетика министрі Ақшолақов Болат Оралұлына жолданады. Қаралып отырған заң жобасында бірыңғай сатып алушы арқылы электр энергиясын орталықтандырылған сатып алу және сату тетігін енгізу көздейтін нормалар көзделген. Бұл белгілі бір дәрежеде елдің электр энергиясы саласының бірқатар өзекті мәселелеріне жауап болып табылады. Олардың ішінде энергия жүйесіндегі жоспарлы теңгерімсіздіктер, энергия өндіруші ұйымдар тарифтерінің айырмашылығына байланысты тең емес жаңағы бәсекелестік, электр энергиясы нарығына олигополияны сақтау және тағы басқалары бар. Дегенмен белгі бір қауіптер де бар. Сонымен барлық электр энергиясын сатып алушылар үшін бағаны теңестіру, баға орташа деңгейден төмен аймақтарда бағаның өсуіне әкеледі. Бұл сайып келгенде азаматтардың әлеуметтік әл-ауқатына теріс әсер етеді. Ең бастысы 2023-2025 жылдары жыл сайын 1,3-1,6 миллиард киловатт сағатқа жететін электр энергиясының тапшылығы жағдайында бірыңғай сатып алушы институтының жұмыс істеу тиімділігі бар. Осыған байланысты электр энергиясын бірыңғай сатып алушы енгізу кезінде жоғарыда көрсетілген және де басқа да ықтимал тәуекелдер қалай теңестіріледі? Осыған жауап беруіңізді сұраймын. Рахмет. Болат Оралұлы, жауап беріңіз. Рахмет. Біріншіден айта кететінім, қазіргі уақытта өзіңізге мәлім, өкінішке орай біздер тапшылыққа тап болдық. Электр энергияның көлемі жетпей жатыр. Бірақ бұның жетпеулікті бұл қазіргі электр энергияны шығаратын нысандардың сапасына байланысты бір жағынан, екінші жағынан тұтынушылардың көлемінің өсуіне байланысты. Сол себептен біздер осы қазіргі уақытта бұл жетпейтін тапшылық болған электр энергияны екі жолмен жабуға болады. Біріншіден бұл шұғыл ретте бұны импорттауға болады, бірақ біздің екінші жолымыз бұл бүкіл біздің электр энергия шығаратын нысандардың көбейту, санын көбейту және қуаттылығын көбейту. Сол себептен, бірақ бұл біраз уақыт кетеді. Осындай жағдайда біздер бірыңғай сатып алушы механизмдарды сізге ұсынып отырмыз. Бұның себебі қазіргі уақытта осы сіз тариф туралы айтып жатсыздар, өсе ме, өспей ме деп әсер бола ма, жоқ па, теріс әсер ете ме деп. Біріншіден бұл пайдалсыз делдалдарды тапсыру бірінші нарығынан. Өзіңіз білесіз, электр жабдықтау компаниялар бар, басқа орысша айтқанда СО дейміз біздер. Бұлардың саны деген 500-ден астам лицензия алынған, оның ішінде 130-140 компания шынайы жұмыс істеп жатыр, бірақ ол да өте көп көлем. Бұл кезінде кейбір уақыттарда мысалы электр қуатын өндіретін станциялар мен сол энергия жабдықтау компания және өңірлік энергияны жеткізу жүйелердің компаниялары олар бір қолда болуы мүмкін. Ондайды біздер көріп отырмыз. Бұл себептен біздер мысалы халыққа, тұтынушыларға жеткізетін СО-лардың көлеміне тек қана тұрғындар емес және басқа компаниялар да кіреді. Бірақ осындай кезде егер станциялармен бірігіп бір қолда болған, бір меншікте болатын СО-лар, олар сол станциялардан арзандау электр қуатын алуға мүмкіншіліктері бар. Сол алады да ол басқа компанияларға жеткізеді. Сол осындай пайдасыз делдал болмау үшін біздер бірыңғай сатып алушы бүкіл энергияны сатып алады және бүкіл жаңа станциялар құрылатын станциялардан да бүкіл қуатын сатып алып, бүкіл қазақстандықтарға жеткізеді. Бірақ бір тариф болғанымен қазір осы заң жобасында бірыңғай сатып алушыға дифференциалдық тарифтарды енгізуге мүмкіншілік беріледі. Бұл басқа сөзбен айтқанда, бұл біздің тұрғындарымызға бекітілген бағадан төмен сатуға мүмкіншілік бар болады. Осы заң жобасында осындай өзгерістер бар.